Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз творожный печенье дайындайтын боламыз. Отбасыларыңызға, әсіресе балдарыңызға өте қатты ұнайтын жүп-жұмсақ печенье дайындау үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге таза құрғақ ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Творогымыз құп-құрғақ болуы қажет. Және үстіне қаймағымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаймағымызды араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, және үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майымызды жақсылап араластырып аламыз, өйткені бізде печеньеміз дәмді шығу үшін уже құрамы жақсы сары майлар қажет. Сондықтан жақсылап араластырып, менде 82% сары май, сіздерде сондай сары май қолданыңыздар. Сол кезде біздің ағзамызға өте жақсы сіңімді майлардың бірі болып табылады. Сары майымызды араластырып болғаннан кейін 3 ас қасық қантымызды саламыз. Тәттіні көп жақсы көретін болсаңыздар, тәттіні қантты көбірек сепсеңіздер болады. Мен 3 ас қасық қант септім. Енді ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Және үстіне 1 ас қасық қопсытқышымызды қосамыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушай белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз менің видеомды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Біздің қамырымыз дайын. Осындай жүп-жұмсақ қамыр дайын болады. Бетін жауып, 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін біздің печеньеміз уже жасауға дайын. Ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды салып, жайып шығатын боламыз. Қамырды тым жұқа қылып жаймаңыздар, өйткені печеньеміз қатты болып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа көлемде жаюымыз қажет. Қамырымызды жақсылап жайып болғаннан кейін мен үстіне 2 ас қасық қант сеуіп шықтым. Сеппесеңіздер де болады. Мен сәл тәтті болсын деп қант сеуіп шықтым. Қантпен бірге корица қосып сепсеңіздер де болады. Енді осындай рогальки пішіндегі кесіп алатын боламыз. Жүп-жұмсақ, әсіресе балдарыңызға, үйдегі үлкен кісілерге бір шайдың үстіне тез таусылып қалатын тәтті печенье болып шығады. Осындай рогалькini пішініне келтіріп алып, табамызға майлап сала беретін боламыз. Бетіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Мен тек қант сеуіп шықтым бетіне де. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып алыңыздар. Ол кезде біздің печеньеміз жақсы қызып тұрған пеште өте жақсы көтерілетін болады. Әркімнің пеші әрқалай. Менің пешімде осылай 35 минут шамасында пісіп шықты. Достар, менің видеом ұнап жатса, төменге пікір білдіре кетіңіздер. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.